Инфекциялық аурулар деген бар, жұқпалы аурулар. Оны білесің, ол жұғады, аты айтып тұр. Басқа аурулардан өзіндік ерекшелігі бар. Так. Қандай ерекшелігі? Ең бірінші, бұл өзінің кезеңділігі бар. Инкубациялық жасырын кезең әр ауруда әртүрлі. Одан кейін бұл продромальды кезең. Организмде бірінші спецификалық емес симптомдар болады. Бас ауру, әлсіздік, ол барлығында болуы мүмкін, инфекциялық аурулардың температураның көтеріліп бастауы. Үшінші кезең, осы бізде нақты қай бактерия, қай вирусқа тән белгілерді беріп бастайды. Қызу кезеңі, аурудың қызу кезеңі. Одан кейінгісі бұл реконвалесценция. Организмде жеңіп шығады, бактерияны тәуір болып кетеді, немесе қайтыс болады. Организмде енді бактериямен күресетін жүйелері өте көп. Қабыну бар, біздің жаңағы интерлейкиндеріміз бар, комплемент жүйеміз бар, иммунитетіміз бар. Врачтың мақсаты қандай? Врачтың мақсаты осы кезеңді дәл анықтап, ағзаның реконвалесценциясына шақыру, яғни бактерияны жеңуге жағдай жасау. Мен екінші бөлімде саған ең көп кездесетін туберкулездік инфекцияны талдап бергім келіп тұр. Комментке екінші бөлімді күтемін деп жазсаң, жақын арада шығаратын боламын. Бұл білім саған керек болады. Медицинаң қуанышты болсын. Давай.